Баршаңызға қайырлы күн көрермендер, сіздермен Гүлнұр, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу өте оңай, ағзамызға пайдалы әрі жеңіл салат түрін әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге тауықтың төс еті, грек жаңғағы, анар және де консервідегі жүгері қажет болады. Алдын ала қайнатып суытып алған тауықтың төс етін осылай пышағымыздың көмегімен ұзынша көлемде турап аламыз. Келесі кезекте теңде 2 бөлікке бөліп алған анарымызды да осылай дәнінен ажыратып дайындап аламыз. Дәруменге бай салат болғандықтан құрамына анар және де грек жаңғағын қостым. Алдын ала дайындап алған грек жаңғағын осылай майда көлемде турап аламыз. Жаңғағымыз йод дәруменіне өте бай, сол себепті құрамына қосатын жаңғақты молырақ қоссаңыздар болады. Келесі кезекте ыдысымызға алдын ала турап алған тауықтың төс етін, жаңғағымызды және де анар мен жүгерімізді салып, дәміне қарай шым-шым тұзымызды және де майонез немесе қаймақ қоссаңыздар болады. Осылай салып алғаннан кейін барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған салатымызды ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Мен әдемілік үшін осылай шұңғылдау ыдысымызға салып, бетін қасықпен тегістеп, үстіне ыдысымды қойып, осылай төңкеріп, шұңғыл ыдыстағы салатты тарелка бетіне түсіріп алдым. Бұл салаттың толық құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде жазып қалдырдым. Салаттың жасалу жолы түсінікті деген ойдамын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.